Қалайсыңдар деп айтпағалы біраз болып қалыпты енді. Қалайсыңдар? В общем, шүкір әйтеуір бүгін әдемізді көріп біраз жиналып өсектерімізді айтып қой. Иә. Әйтеуір арасында осылай бір кездесіп шай ішіп тұратынымыз бар, бірақ шай емес, кішкене кофе болып тұр енді. Қалай жағдайыңыз? Жақсы. Саған қапты сізді. Иә, мен де саған қалдым сізді. Сол әңгіме дүкен болып отыр. Короче, в общем, бізге сұрақтарыңызды қойыңыздар. Бүгін екеуміз жауап берейік ал, қызық болсын. Дайынсыз ба? Қойсын шал. Көрейік ал. Көрейік. Я, достар, көп адамдар сұрайды, сендердің қолдарыңда татуировка бар ма деп. Қан көрсетші. Это в каком году мы делали? В 2019-м? Я 2019-да, короче, бірде татуировка істеткенбіз, бірақ бұның мағынасы, короче, бізде осындай бір проект болған біріншіден, екіншіден, типа Гуджан Нагули деген сияқты, короче, качестве, андай, дос ретінде бір парым татуировка істегеніміз бар енді. Білмеймін мен. Өзімде бірақ жерінде бар. Енді ойлап жүрмін, құйрығым шетіне жазып қойсам ба деп. Сколько лет мы уже дружим? 8 лет. Пиздешь. 9 лет. А, да, 9 жыл болып кетті, прикинь. Ебать. 9 жылда мен бір 2-3 қызбен жүріп үлгердім. Сен бір рет байға тидің, 2 жігітпен жүріп үлгердің ғой, короче. 3 на 3 болып тұр ғой, короче. Бля, счет кеп тұр ғой. Счет кеп тұр шеше. Тәтемізбен бір күшті жерге барайын деп жатырмыз қазір. Күтіңіздер. Әжем бір беске ішіп кету керек точно. Өлі тәте. Қатаймай жүретін шығарсыз, білемін залға баратыныңызды. Фигураңыз одан сайын күшті кетті. Біз де жақсы өтіп келе жатырмыз күннен күнге. Кезінде өші тұрған мұ? Иә, өші тұрған сол. Тұрған средний өші деп тұрған. Ішінде әлі общий туалет сондай ма бәрі? Бәрі сондай ма әлі? Оның үсті не ма? Ішінде ауысқын берейік ма? Екінші бірде общий туалет әлі? Екі, үште, төртте, тура бұрындағыдай ма? Блогер емессіз ба мынадан да? Ау? Блогер емессіз ба? Блогер ма? Өбіш, иә? Адам жерде жоқ бөлім жоқ қорайды, иә? Бөлімшеде бар қойды, жабық тұр. С мамой. Саламатсыз ба? Мен, короче, бұрын осы общагада тұрғанмын да, и осы общагада адамдардың, блогерім ғой, и қазір мен нормальный блогерім, и қазір енді осы адамдардың бір общежитияда тұратын адамдардың продуктысын төлеп берсем деген. Қалай істесек болады, мысалы? Бір тамағын аламай жүрген адамдар болса, сол үйінің квартирасына сіздерден продукт сатып алып, солардың үйіне апарып берсем деген бір 5-6 семья. Ләззат Майырбекова деген әнші. Үстінде тұрғанмын, үстінде. Ләззаттың. Иә, Ләззаттың баласы мен. Мамам танисыз ба? Иә, мамам екеуміз үстінде тұрғанбыз. Ләззат бұрын біз мынау неде, домовой кухняда неде тұрғанда бізге келіп столовыйдан тамақ ішіп бірге
Кімнің сіңлісі ма? Иә, жазираның. Жазираның сіңлісі. Дәл өзі. Айжанның кафеде бәріміз бірге шай ішіп. Сол қазір, бізде бүгін сондай рубрика отқан ғой, типа, қай жерде тұрған, Астанаға кеше келдім. Так, онда мен пока бір, может мен ертеңде тағы келем да, қазір бітек мен 50 мыңдай тастап кетейін ана номерге. И сіздер просто тамақ алатқан, там, вермишель, в общем, тамақ алатын адамдардың бәрін бере берсеңіздер. Өзім суретке түсіріп саған салып жіберіңе продуктты мысалы пакетке салып, кісіге беріп отырмын, салып отырайын да, чтобы сен де білетін болу үшін. Жай тыңда, сіз маған просто бір фотоларын жіберіп отырмыз адамдардың, иә. Мен онда қазір осыған салып кетейін ақшасын. Мына жерде мен мамам танитын апай отыр екен, есіңіз кім? Иә, түсінемін, бәріңіз күтіп отырсыздар, қайдасыңдар, не кезбей жатсыңдар. Но хотя, по факту, мен уже күтіп отырғаным ол кісіні 1,5 сағаттай болды, бірақ әлі келмеді. Қасымнан ондай гүл алып алдым енді. Все-таки жақсы болып қоштасамыз деп ойлағам ғой. Походу, әпшеміз келмейтін сияқты ма деп қоямын енді. Онда кезе берейін ба деп ойлап отырмын. Қалай ойлайсыздар дейді, до конца күтейін ба, до конца ана жер. Прям тас қараңғы болғанша күтейін ба. Білмеймін енді. Мына гүл енді өзіме қатты ұнап жатыр. Мен, короче, кішкене айнала шетті, кішкене айналып көрейін деп жатырмын. Если бір адам болатын болса, бір қуантқым келіп кететін білесіздер ғой, сол кісіге бір подарок етіп жіберейін ба деп жатырмын енді. Сол. Қазір көрейін. Достар, мен бір жаңа платформа тауып алдым. Платформаның аты Boostwin. И ол жерде кәдімгідей жақсы ұтыстар беріп жатыр. Қалайсыңдар? В общем, мен үйге қонбағалы ровно 3 күн болды. Енді 3 күн қайда жүрсің, не істеп жүрсің десеңіздер, мен осындай орманның арасында, осындай тауда домикте ұйықтап жүрмін. Достарым келеді, отырамыз, шай ішеміз, значит, завтрак ішеміз азанда, мынандай бетпен. Күндерім осылай өтіп жатыр. Неге үйтіп жүрсің, не істеп жүрсің дейтін адамдарға айтарым. Просто бір ойланғым келіп тұр. Отырып, бір ойланып, асықпай, бір өмірім не болып жатыр екен деп. Просто осындай жерлерде мен бір душам демалады да, короче. Сол енді бүгін бұйырса үйге қайтайын деп отырық енді. Енді түсінем, адамдардың сұрақтары көп болып кетті. Осы уақытқа дейін енді біраз сторисқа да онша шықпадым, арасында шығып қайтып жоқ болып кетіп жүрдім, поэтому давайте бетейік. Сіздер бір четкий сұрақтар қойыңыздар. Мен сол сұрақтарға жауап берейін. Кеттік ал, бірақ қызықтарына ғана жауап берем. Басталады дейсіңдер ғой, Айгүл қайда деп. Қайырлы күн, башыңызға қалайсыздар? Не болып кетті? Бәрі сұрақ қойып жатыр ғой, не болып жатыр деген сияқты. Білмеймін енді. Соңғы кездесу деген сияқты әңгіме болып жатыр екен. Мен жалпы өзім ұнатпаймын соңғы кездесу дегенді. Либо кездесу нормально болу керек, либо вообще болмай ақ қою керек. Соңғы деген сөзді адам ойына алса, мынау қазір мен барам, сол соңғы кездесу болады деген ой болса, онда лучше болмай ақ қойған дұрыс деген сияқты ғой. Мәнде мағынасы да болмайтын сияқты. Білмейміз енді, көреміз уақыт өте келе не болатынын. Короче, залға келген суббота күні. Қолды. Бұрындағыдай істеу керек болып тұр ғой, бұрындағыдай. Қазір тоже нормально қолды енді. Рахат, ешкім жоқ. Чисто өзім. Біз магазинге баратырмыз осылай. Мансұр, үйреніп алыпсың ғой сен. Қан берші, мен айдап көрейінші. Мен түсірші, мен айдап көрейінші. Түсір мен. Мына жақтан түсірсей ме? Мына жақтан тұрсай?
жарайт. Күшті екен, мынау мені де көтереді екен жақсы. Рахмет жанына. Кеттік мороженое аламыз ба? Жүр. Жақта көп мороженое бар екен. Қаяқта көп екен? Қандай мороженое аласың, Мансұр? Көрсет, ұнайтын. Алайық. Сен ше, Асылхан? Мен хубу жақсы көремін ғой. Қандай? Хубу жақсы көремін. Сен лөт алмай қош болдың, басқасын ше? Үлкені. Мынандай ше мен. Сен де жемейсің ба? Қап-қара. Или соны ал, көр өзің. Сен алдың, сондай алдыңдар ма? Соны аласың ба? Сен мынаны алдың, тәтелеріне бір аласың ба?